Күнделікті тағамдарды дайындап, сіздер шаршап кеткен боларсыз, онда міндетті түрде осы сорпаны дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды, суымызды қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, демалдыруға қалдырамыз. Қызып тұрған майымызға етімізді, сарымсағымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан соң үстіне пиязымызды салып, және қызанақ, бұрыш, сельдерей немесе кинза қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап қуырамыз. Картопымызды да салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап қуырғаннан соң үстінен суымызды құйып, қайнағанша қалдырамыз. Қамырымызды ұнымыздың көмегімен жайып, төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Кескен қамырларымызды жаңағы дайын болған сорпамызға салып, 10 минут шамасында қайнатып аламыз. Дәміне қарай тағы да бұрыш, тұз қоссаңыздар болады.